Қазақстанда қаншама шыжың бала емін таппай жатыр. Осы жерде ата-аналарға айтқым келгені, сіз балаңыздың осындай диагнозын анықтасаңыз, ерте жастан бастап еміне, оны мамандарға апарып диагнозын анықтап, толыққанды емделуге мүмкіндік беріңіз. Оның диагнозын білгеннен кейін дұғаңызды оқып, тәуіптерге апарып, үй жағдайында қандай да бір шөптерді беріп, аяғын жылы суға салып, баланың жасын ұлғайтып алмаңыз. Оны білетін, емдейтін мамандарға апарып, дер кезінде әсер ету керек. Яғни, нейрондарды дамыту арқылы, миына рефлексті дұрыс жіберу арқылы, оның толық емделіп кетуіне мүмкіндік беріңіз. Мысалы, біз жақында 16 жасқа дейін осындай энурез ауруымен зардап шеккен қызды емдедік, 2 курс лечениеда. Енді өзіңіз ойлаңызшы, 16 жасқа дейін мектеп уақытысында мектепте памперс киіп жүріп, өзін ыңғайсыз сезінген ата-анаға айтқым келеді. 16 жасқа дейін сіз қайда қарап жүрдіңіз? Неге емді уақытылы әрі дұрыс қолданбадыңыз? Осындай пациенттерге қарап, емін дұрыс жүргізетін адамдарға неге апармадыңыз?